Саламатсыздар ма балалар? Балалар, сендер суда сурет салу әдісін білесіңдер ме? Олай болса, балалар зерттеу жұмысындағы сіздерге қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өтейін. Ана түрлі түсті бояуды ішуге, дәмін татуға болмайды. Балалар, мен сендерді суда сурет салу әдісімен таныстырып өтейін. Бірінші бізге қойылған баклажкадегі тұрған су қажет болады, қылқаламдар қажет болады, түрлі түсті бояулар қажет болады, үшқыл таяқшалар қажет болады, және де ақ қағаздар, және де дайын тұрған үлгідегі суреттер қажет болады. Және де пластикалық ыдыс қажет болады. Балалар, біздер зерттеу жұмысын бастамас бұрын, мына жерде тұрған баклажкадегі қойылған суды баклажкаға су құйып араластырамыз. Оны пластикалық ыдысқа құямыз. Алдымен балалар, бірінші қылқаламды аламыз. Шашырату әдісімен біздер бояуға батырып, қылқаламды ұшынан ұстап, орта жағынан бояуға батырып, осылай ұрғыштаймыз. Енді қалаған түсімізді аламыз. Ала ғой түсімізді. Бұл қандай түс? Сары. Енді Бегімназ, ала ғой қалаған түсіңді. Бұл қандай түс, Бегімназ? Қызыл, дұрыс айтасың. Енді аша ғой басын. Әне мұнда тамза ғой. Енді біздер үшкір таяқшаны алып, бояуларға өрнек жасаймыз. Бұлай жасаймыз, балалар. Өрнек жасаймыз. Көрдіңдер ма? Әр өрнек салған сайын біздер осылай сүртіп отыруымыз қажет. Себебі бояуларымыз әрі анық, қанық шығу үшін. Түсіндіңдер ма? Бегімназ, Әмина, Айша, сендерге ұнады ма? Олай болса біздің суретіміз дайын болды. Енді дайын ақ қағазды алып, үстіне бастырып аламыз. Әрі ерекше, әрі әдемі шықты. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар!